Сәлеметсіздер ме? Бүгін алма және жаңғақ қосылған пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен ерітілген сары майға қант, жұмыртқа және сүт қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Келесі ұн мен қамыр қоқсытқышты біріктіріп, бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Осындай қою масса болу керек. Бөлек ыдысқа алмамызды төртбұрышлеп турап, жаңғақ қосып, крахмал қосып және корица қосып, жақсылап араластырамыз. Алма мен жаңғақты массамыздың үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызға құйып аламыз. 170 градус қызып тұрған пеште 50-60 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын. Решетканың үстіне қойып суытып аламыз. Қалауларыңызша сахарная пудрамен әрлеуге болады. Ас болсын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар.